мектепке шашайға болмайды. Таныспадық па? Мен сенімен танысқым келмейді. Неге шалбар киіп аласың? Юбка кимейсің бе? Ертең мектепке шашын жинап келетін бол. Не саған айтылсын ғой? Нәрім, саған не болды? Сыныптағы Хадиша деген қыз маған тисе береді. Ол саған не себепті тиіседі? Кеше менің бетіме су шашып инстаграмға салып қойыпты. Біздің сыныптағы барлығы көріп маған күлді. Жылама Нәрім, мен ол қызбен сөйлесемін. Хадиша, не болды? Ештеңе. Сен жаңадан келген Нәрім деген оқушыға неге тиісе бересің? Мен оған тискен жоқпын. Мен барлық сынып оқушыларына сұрадым. Сен оған түртпектеп тиісе береді екенсің. Ол өзі бастады. Сенбесеңіз тағы сұраңыз. Ол өте момын, жуас қыз. Ол қыздан ондай қылық шықпайды. Сен оған бетіне су шашып, оны суретке түсіріп, оны Инстаграм желісіне жариялапсың. Не себепті? Ол сізге бәрін айтып жүр ме? Хадиша, Нәрім бізге жаңадан келген оқушы. Біз жаңадан келген оқушыны жылы жүзбен қарсы алуымыз керек. Әлімжеттік көрсетуге болмайды. Әр жанжалдың өзінің шешімі болады. Солай ма? Олай болса, балалар үйлерінің орындарынан тұрып, бір-бірлеріне кешірім сұраңдар. Кешір. Ал олай болса, құшақтаңдар. Жанжалды әрі қарай өрбітуге болмайды. Әрқашанда жанжалдың шешімін таба білу керек. Келістік па?